Сәлем достар, бүгін сіздермен Нұргүл, бүгін осындай керемет сусын жасадым. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің каналымды жоғалтып алмашсын, маған лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетсеңіз де болады. Ең бірінші, біз қарбызды осылай жақсылап сыртын жуып аламыз да, осындай бөлікке бөлетін боламыз. Одан кейін өзімізге ыңғайлы етіп осындай бөлікке бөлеміз, кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей, біз осындай ыдысымызға туралған қарбызымызды салып алдық. Енді достар, бізге блендер қажет болады. Блендерге қарбызымызды салып, жақсылап біркелкі маста болғанша езетін боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп езсеңіздер болады. Міне достар, біздер осындай 2-3 минут арасында осылай езіп аламыз. Енді мен қарбызды осындай бөліктерге бөліп турап шықтым. Жазғы мезгілде қарбыз жемейтін адам жоқ шығар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Енді бағана дайын болған қарбызымызды осындай әдемі стаканға мұз саламыз. Мұздың үстіне дайын болған сусынымызды құятын боламыз. Үстіне мен бұл жерде лимон салдым. Лимон және де жалғыз дейміз ба, мята деген бар ғой, соны салып, осындай керемет сусын дайын болды. Міндетті түрде жақындарыңызға, балаларыңызға жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, керемет лимонад болып шығады. Сіздерге ас болсын, сіздерге көп рахмет.